Бұл әл-хадж деп айтылады. Әл-хадж сөзінің тілдік мағынасы ұлы тұтқан нәрсеге талпыну және ниеттену. Оны мақсат тұту. Ал шариғаттағы терминдік мағынасы, құрметті ағайын, шариғат тарапынан белгіленген уақытта, яғни Зул-хиджа дейді, қажылық маусымында белгілі бір жерді, қасиетті сол Қағбаны тауаф ете отырып, және де сол белгілі бір күн, Арафа күнді айтады. Сол күнде, сол төбешікте, сол айналасында тұрып, мінәжат білдірте отыра, осыны қажылық деп айтады ағайын. Мән истата'a илейхи сәбила. Садақаллахул азим. Алланың үйін зиярат етуге шамасы жететін әрбір адам үшін қажылыққа бару міндет дейді ағайын. Сол үшін имам Ибн Кәсир өзінің тәпсірінде бұл аят көпшілік ғұламалардың пікірінше дейді, тәпсірлеген уақытта қажылықтың парыздығын білдіртетін негізгі аят дейді. Кулли фаджин амиқ. Сол уақытта Ибрахимді Қағбаның орнына маған ешбір нәрсе сер қоспа, тауап етушілерге тік тұрып руку жасап, әрі сәжде етіп, құлшылық етушілерге таза ұста деп орналастырған едік. Адамдарды қажылыққа шақыр, олар жаяу және көлікпен әрбір алыс жолдардан саған келеді дейді. Осы жерде ғалымдар айтады, Ибрахим алейхиссалам Алла тағала бұйырып тұр ғой. Енді бұл хижраның 9-шы жылы парыз етіледі. Сол кезде Алла тағала Ибрахимге айтады, енді адамдарды шақыр, дауыста дейді, қажылыққа шақыр дейді. Парыз болды деген уақытта Ибрахим алейхиссалам айтады, менің дауысым қай бір жерге жетеді дейді. Сол Қағбаның айналасынан ешбір жерге жетпейді ғой дейді. Мен қалай шақырам қажылыққа деген уақытта сенің міндетің қажылыққа шақыру, адамдарға мен ескертіп, оларға аян беру, яғни оларға шақыру, бұл жерге шақырту, ол менің міндетім деп айтады Алла тағала. Алла, ләббайк Аллахумма ләббайк, сенің құзырыңа келдім. Раббым, міне келдім, жанымды алсаң, міне құзырыңа келдім деген сөз. Ләббайк деген сөздің мағынасын айтайын. Ей Раббым, құзырыңа келдім, алсаң, міне жаным тұр. Бұйрығымды орындап жатырмын. Мына тілегімді қабыл ете көрші. Үйімде балам ауырып жатыр. Келмеген қазақ еліндегі мұсылмандарға нәсіп ете көрші деген секілді дұғаны жаудыру керек ана жерге барған кезде. Истихфар, кешірімді жаудыру керек ана жерге барған уақытта. Тарсылдатып біреудің намысына кірмей, тарсылдатып біреудің уағызына дәлелдеудің қажеті жоқ. Отбасының, үйдегі өзіңіздің кемшіліктеріңізді түзеп алайық ағайын. Отан отбасынан басталады. Біз өзіміздің бала-шағамызға, әйелімізге берік болу керек, тәрбие беру керек, адалы ризыға келу керек. Оларға насихат айтыңыз, дүзеңіз. Содан кейін барып көршіңізден, ағайыныңыздан, бауырыңыздан бастаңыз. Ал үлкен қажылықтың қабыл болуы дейді, оның сыйы жәннат деген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бірақ Құдайға шүкір өзіміздің құбыламыз бар, кітабымыз Құран, пайғамбар өсиет етті, Алла бұйырды, соны орындайтын болсақ, шекарадан аспай, заңнан, альхамдулилля, бәрі жақсы. Сол үшін құрметті ағайын, білім иесі болайық. Мынау айтқым келген нәрсені қазір көп жарнама жасайды. Ой, мынаны жасайтын болсаң, умраға жіберем дейді. Мынаны жасайтын болсаң, саған мынанша ақша берем дейді. Қаншама батпан құйырып кет бара жатқандар бар, прокуратураның алдында жүрген, сосын кейін арыз жазып. Қайдағы ол батпан құйырып, қай жердегі ол умра, қай жердегі ақша, баспана, үй, осыны әлі күнге шейін қарапайым дүниеге алдамшы кет баратырмыз, батып соған. Болмайды, ілім иесі болу керек. Хикметпен, даналықпен сіз көз жүгіртіңіз. Афәлә ятадаббарун, афәлә яқилун. Құдай тағала айтады, ей, мен саған пендем ақыл бермедім ба? Ойлайтын ой бермедім ба дейді.
көріп жатқан нәрсеге кішкене бір ақыл жүгіртіңізші. Білмедіңіз ба? Келіңіз, мына имам молда бар. Мынау қай компания жақсы деп сұраңызшы. Мен омраға барайын деп едім, қажылыққа барайын деп едім деген секілді. Бізде Аллаға шүкір осы қазақ елінде 20-25 қажылық компаниясы бар. Бірақ соның ішінде Tawaf Travel деген бар. Тек қана имам, ұстаздар апарады. Келіңіздер, соған жіберіңіздер, барыңыздар, иншалла. Не бір кісілерді көрдік қой. Ойбой, ақшасын ала алмай, шай мен алма жеп жүр ғой, жаңа ашуланғаннан. Шайды ішепті алманы тістеп, сөйтіп жүргендерді көрдік қой. Ашуланғаннан ақшасын ала алмай, батпан құйрыққа батып. Енді әртүрлі жағдай ғой. Біреулер ақшасын алып алады да, шын мәнінде ана жақтағы баға көтеріліп кете ме, әйтеуір жоғалтып ала ма, білмеймін енді ол жерін не істегендерін. Бірақ осындай батпан құйрыққа батып жүргендер көп. Бірақ мына Tawaf Travel деген нәрсе бар. Бізде компания. Соған жүгініңіздер, барыңыздар, сөйлесіңіздер. Имамдар ғой, түсіндіріп айтып береді. Сіздің қажылықтың қабыл болуына жетекші болып апарып түсіндіріп бергенге не жетсін?